Қалқа Жапсарбаев атындағы орта мектебінің биология пән мұғалімі Алтаева Шынар Алтайқызы бүгін сіздермен заманауи сабақ жобасы бойынша гүлдің құрылысы, тозаңдану түрлері, гүлдеу және тозаңдану тақырыбы бойынша өз тәжірибемен бөліскелі отырмын. Балалар, тақтадағы суретке назар аударайық. Гүлде жәндіктерді не еліктіреді? Мақсаты өздігінен және айқас тозаңданудың шамалы артықшылықтарымен енді мына суретке мұқият назар аударамыз. Гүлдің құрылысы негізінен гүлдің сабағынан, табанынан, күлте жапырақшаларынан, аналығынан және аталығынан тұрады екен. Ал енді бірінші тапсырмамыз балалар жеке жұмыс, интерактивті тест, жобалап, learning apps тәсілімен мына тапсырманы орындаймыз. Қалақай желі арқылы тозаңданады. Қамығаш желі арқылы тозаңданады. Дұрыс. Көйлек желі арқылы тозаңданады. Ал Ләзихан сен айта қойшы. Қамыс желі арқылы тозаңданады. Бүрібұршақ жәндіктер. Берілген сипаттамаларды мұқият оқи отырып, гүлдің құрылысына сәйкестендіреміз. Тозаңдар түзіледі, уақытша сақталады, тозаңдар жетілген сыртқа шашылады. Ол жұмыртқа жасушасы түзіледі, ұрықтану үдерісі өтеді, тұқым пайда болады. Нұрай, гүлдің тозаңдану түрлерін атайды. Айқас тозаңдану, өздігінен тозаңдану, желі арқылы тозаңдану, қонақ денелермен тозаңдану. Дұрыс па балалар? Енді балалар суперкит платформасымен я жоқ тапсырмасын орындап жүрейік. Аталық гүлдің ортасында орналасады. Іңкәр келе ғой? Аталық гүлдің ортасында орналасады. Жоқ, өйткені гүлдің ортасында аналық орналасады. Дұрыс. Келесілер арқылы тозаңданады. Бақжан? Жігер өсімдігі бұрнақ денелерімен өспейді. Тозаңданбайды, иә? Яна жоқ па? Жоқ. Ашық түсті жапырақшалары күлтелек болып табылады. Орта келе ғой? Ашық түсті жапырақтар күлтелек болып табылады. Дұрыс. Желмен тозаңданатын өсімдіктер тозаңы ауыр, үлкен болады. Ләзихан? Яна жоқ па? Жоқ, себебі желмен тозаңданатын өсімдіктердің желмен тозаңданатын болғандықтан ол жеңіл болады. Жеңіл болу керек. Жоқ, иә? Келе, дұрыс. Гүл жабық тұқымдардың көбею мүшесі болып табыла ма? Айзере келе ғой. Гүл жабық тұқымдардың көбею мүшесі болып табылады. Иә, бұның жауабы иә болады. Тозаңдану болмаса өсімдік жеміс түзбейді. Дұрыс па балалар? Жоқ. Дұрыс болмай қалды балалар. Қазір осының нәтижесін көрейік. Мына жерде Рахат бізге қате жауап берді. Егер тозаңдану болмаса өсімдік жеміс түзбейтін беді балалар? Кім айтады? Тозаңданбаса ол? Балалар, мен сендердің ұялы телефондарына ссылка жібердім, соған тездетіп, кері байланыс беріп жүрдім. Үйге
тозаңданууга таңғажайып бейимделгичтиги тақырыбына эссе жазып береміз. Одан кейін оған критерийлары көлемі 150 сөз болу керек. Бір өсімдіктің тозаңдануға бейімделгіштігін сипаттайсыңдар, ол тозаңдану маңыздылығын қорытындысын келтіресіңдер.